Рейд нәтижесі. Балқашта 71 электр самокат айып тұрағына жеткізілді. Таза су айдыны. Қаламызда экологиялық акция өтті. Бүгін Балқашта Таза Қазақстан бағдарламасы аясында таза су айдыны атты ауқымды экологиялық акция өтті. Шараны табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мен Балқаш балық инспекциясы бөлімінің инспекторлары ұйымдастырды. Акция барысында Бертіс шығанағынан шамамен 4 шақырымға жоқ балық аулау торы алынды. Бұл аймақта тормен балық аулауға қатаң тыйым салынған. На бухте Бертіс, где Бертіс шығанағында тор салып балық аулауға қатаң тыйым салынғанын атап өткіміз келеді. Болашақта егер біз немесе балық инспекторлары біреуді тормен балық аулап жатқан жерінен ұстайтын болсақ, ол адамға қатаң жаза қолданылады. Тіпті бас бостандығынан айыруға дейін баруы мүмкін. Ал 5 келіге дейін қайықпен балық аулауға рұқсат етілген. Ешкімге шектеу қоймайды. Әрбір азамат Бертіс шығанағында 5 келіге дейін еркін балық аулай алады. Айта кету керек, тура бір ай бұрын қаламызда Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының ресми филиалы ашылды. Бұған дейін мамандар бұл өңірге іс-сапармен келіп жүрген. Енді жаңа бөлімше ашылуына байланысты аймақтағы табиғи байлықтарды қорғау бағытында тұрақты жұмыс жүргізілмек. Табиғи ресурстар басқармасының құзыретіне көлдер мен өзендер ғана емес, орман алқаптары мен аңшылық аймақтарда кіреді. Енді Балқаш көлі, Ақтоғай бағытындағы орман мен аңшылық аумақтарда жіті бақылауға алынады. Жануарларды ату секілді заңсыздықтарға да жол берілмейді. Күз келісімен күн күрт салқындап, ауа температурасының төмендеуімен бірге тұмау мен суық тию жағдайлары жиілей бастайды. Осындай маусымдық аурулардан сақтану әр адамның басты міндеті. Балқаштық тұрғындар бұл кезде қандай ем түрін қолданады? Үй жағдайында шипа іздей ме, әлде бірден дәрігер көмегіне жүгінгенді жөн көреді ме? Сол тұмаудың ауырмас үшін баста жылы киініп жүру, суық су ішпеу. Балада 3 күннен аса температура болса, дәрігерге жүгінеміз. Үлкен болсын, бала болсын, қарамаймыз. А если былай температурасыз, жай жөтел тұмау болса, үйден емдеуге тырысамыз. Сол ингаляция, мұрын шаямыз, тамақ шаямыз, солай. Я, например, пользуюсь тем, что я... Мен мысал табаныма йодты пайдаланып тор жасаймын. Маған жақсы көмектеседі. Әрине балмен шай іштім. Міндетті түрде таңқураймен де шай ішемін. Таблетки я пью. Вот... Тұмаумен ауырған кезде мен дәрі ішемін. Осы жақында ғана тек 2 күн ауырдым тұмаумен. Шайға кейде түрлі емдік шөптер, кейде таңқурай мен балды да қосып, мүкжидекті де қосып ішіп аламын. Осыны күні бойы ішіп, келесі күні жазылып кеттім. Күзден бастап Қазақстанда үлескерлердің құқығын қорғауға бағытталған жаңа заң күшіне енді. Бұдан былай азаматтар қаржысын тек мемлекет мойындаған құрылыс компанияларына сала алады. Бұл өзгеріс үлескерлердің алданып қалу жағдайларын болдырмауға арналған. Жаңа заңға сәйкес пәтер немесе кеңсе сатып алу кезінде міндетті түрде үлестік қатысу шарты жасалып, ол қазір реестр жүйесінде тіркелуі тиіс. Барлық төлем тек банк арқылы жүзеге асырылады. Ал банктер өз кезегінде әрбір аударымды бақылап, құрылыс компаниясының заң талаптарына сай тіркелгенін тексеріледі. Егер құрылысшының құжаты дұрыс болмаса, төлем бірден тоқтатылады. Жаңа заң шағын құрылыс компаниялары үшін де мүмкіндік ашты. Бұған дейін кепілдік алу талаптары қатаң болса, енді 2 жыл тәжірибесі бар және белгілі көлемде үй салған компаниялар заңды түрде жұмыс істей алады. Бұл шара нарықтағы әділ бәсекені дамытуға ықпал етеді деп күтілуде. Айта кету керек, құрылыс аяқталмаған тұрғын үй кешендерін жарнамалауға тыйым салынды. Азаматтар енді құрылыс компаниясының заңды қызметін e-gov порталы немесе банк қосымшалары арқылы тексере алады. Мадина Мұратқызы, Руслан Нұрышев, Үркен Медиа. Қала аумағынан 71 электр самокат жиналып, арнайы айып тұрағына қойылды. Балқашта полиция қызметкерлері жалға берілетін электр самокаттарды пайдалану тәртібін қадағалауға бағытталған рейд жүргізді. Шараның негізгі мақсаты тротуарларда, жаяу жүргіншілер жолдарында және автожол жиегінде көліктерді ретсіз қалдыру деректерін анықтап, жолын кесу. Қалалық полиция бөлімі ескертеді. Электр самокаттарды ретсіз қалдыру жаяу жүргіншілердің қозғалысына кедергі келтіріп қана қоймай, жол қозғалысы қауіпсіздігіне де қатер төндіреді. Құқық қорғау органдарының, жергілікті атқарушы органдардың және кәсіпкерлік өкілдерінің бірлескен жұмысы қала тұрғындары үшін тәртіп пен жайлы жағдайды қамтамасыз етуге бағытталған. Премьер-министр Олжас Бектенов мопедтер мен самокаттарды пайдалану барысына бақылауды күшейту қажет екенін айтқан еді.
электросамокаттарды және басқа да жеке мобильді қозғалыс құралдарын пайдалану мәселелерін реттейтін заңнамалық түзетулерді ілгерілету жұмысын барынша қысқа мерзімде аяқтау қажет. Жолдауда мемлекет басшысының осы өзекті мәселеге назар аударуы кездейсоқ емес. Әлемдік тәжірибе бірқатар елде мұндай көлік құралдарынан толық бас тарту немесе оған шектеу қою шаралары қолданылғанын көрсетіп отыр. Мәселен, Парижде 2023 жылдың қыркүйек айынан бастап самокаттарды жалға алуға тыйым салынады. Тек өз құралыңды пайдалануға рұқсат. Өткен жылдың қазан айынан бастап Мадридте де дәл осындай шектеу шаралары күшіне енді. Ұлыбританияда әрбір электросамокатқа мемлекеттік нөмір беріліп, оны тек жүргізуші куәлігімен ғана басқаруға болады. Премьер-министр Олжас Бектенов ішкі істер министрлігіне заңнамаға тиісті түзетулер енгізуді жылдамдатуды тапсырды. Диана Ерланқызы, Әлбек Садвакасов, Оркен Медиа. 20 қыркүйек күні Балқашта 13-14 жастағы жасөспірім қыздар арасында тартысты волейбол жарысы ұйымдастырылады. Спорттық шара Балқаш спорт клубының ашық біріншілігі аясында өтпек. Жарыс 20 қыркүйекте Балқаш қалалық спорт клубында сағат 10:00-де басталады. Алаңға шыққан жас спортшылар командалық жүйені, техникалық шеберлік пен төзімділікті көрсетуге кезек алады. Шараның басты мақсаты жас таланттарды анықтап, олардың спорттағы мүмкіндіктерін кеңейтуге қолдау көрсету, сондай-ақ қалалық қауымдастықты біріктіру.